Hoş geldiniz. Келіңіздер, жүріңіздер. Рахмет. Төлеген ағайдың шаңырағына барған кезде кішкене қобалжу болды. Жұмыс істейтін бөлмемді көрсетейін. Осында мен музыка жазам, талаптанам, ізденем. Менің кабинетім. Төлеген ағайдың өзінің аурасы өте сондай бір тыныш, сондай таза және ішіңде ешқандай үрей болмайды. Менің 83 жылы Москвада шыққан дискім. Сіз жас кезіңізде. Қандай әдемі болдың. Төлеген ағайдың шығармашылығымен жақын таныс болу мен үшін бір ең бақытты күндердің бірі. Залда біздің сол үйдің көркі осы рояль. Стенвей, шын айтқанда біздің үйіміздің аурасын әдемі музыкалық дыбыстарымен толтырады. Сондықтан осы рояльді өзін ойнап көрсем деп тілегімді айтамын. Қатты қуанып тұрмын. Сол кезде енді кішкене қобалжыдым, өйткені жаңағы рояльдің өзінің атмосферасы мүлдем басқаша. Қолымның өзі де осылай дірілдеп. Осы рояльда менімен Нұржамалдан басқа ешкім ойнамаған. Сондықтан бұл өзі бір ерекше біздің ықыласымыз, құрметіміз. Көп рахмет. Менің есімде ерекше бір орын алып сақталып қалатын сәттің бірі деп айта аламын. Төлеген ағай, мен осы проекттің басынан сіздің осы рояльда ойнағаныңызды тіріде есту, көруді қатты армандадым. Енді сіз орындап берсеңіз. Жақсы, жақсы айналайын. Білмеймін, Төлеген ағайдың музыканы сезінуі мүлдем бөлек пе, әлде рояльді меңгеруі бөлек пе, толқынысқа толы, сезімге толы шығарма болды ма? Ой. Өте қатты қуаныштымын. Кәдімгідей көзімнен жас шығып, өзім түсінбедім не үшін екенін. Көз жасын қуаныштың, көз жасы болсын. Музыка деген бұл адамға ерекше бір жүрегін ашып, бір адамның жүрегінен басқа адамның жүрегіне жететін тіл. Сондықтан айналайын. Әрқашанда музыкамен бірге бол. Музыка сенің ең жақын досың, серігін, сенің өмірлік, шын айтқанда, жолың. Әрине мен Нарғыстың жеңіске жеткенін тілеймін, тәлімгер болғаннан кейін. Ол жеңімпаз боламы, болмаймы мәселе ода емес. Бірақ міндетті түрде өмірде жеңімпаз болады. Ең бастапқы сіз сұрадыңыз ғой, интервьюда жеңіс не үшін керек деген кезде, менде бір ғана сөз болатын. Ол менің әкемнің арманы деп. Қазір менде 3 нәрсе пайда болды жеңіске жету үшін. Ол ең бірінші менің әкемнің арманы болса, екінші Төлеген ағайдың маған деген сенімі, үшінші ол халықтың маған артып отырған үлкен үміті. Махаббат отын жандырды, сондағы сүйген жүректі қай жерде бүгін қалдырды.
gülde eğdirgenim Şürüşe geçmek ansız Gözün yeşirmenim Hoştasın kestir Браво! Нарғыз Жанұзақова, қошеметтеріңіз! Нағыз сезімге толы орындау болды деп ойлаймын. Маржан ханым, сіз қалай ойлайсыз? Мен тура солай ойлаймын. Өте керемет. Шыны керек, Нарғыз жан жақты көрерменді бізді таңғалдырдан ешқандай таңғалдырып келе жатыр осы уақытқа дейін. Бүгінгі айтқан әні қандай керемет, дауысы қандай әдемі, дауыс бояуы қандай әдемі. Мен бұл айтар едім, өте тәрбиелі, тәртіпті әнші деп айтар едім Нарғыз туралы. Өйткені әр нотасы, әр демі өзінің орнында, сондай бір жағымды, қандай керемет диапазон, даусының кеңдігі, оның барлығымыз естіп отырмыз. Өте тамаша, әдемі әсер сыйладыңыз. Үлкен рахмет. Төлеген аға, браво! Рахмет, Маржан. Жанар, сіз де өз сезімдеріңізбен бөліссеңіз. Әрине, Нарғыз әрдайым өте күрделі, техникасы өте қиын әндерді таңдайды. Финалға да өте қиын ән таңдапты Төлеген аға екеуі. Қателеспесем, Нарғыз, бұл менің нұсқамдағы, менің нұсқамды естіп отырмын. Және де маған өте қатты ұнап отыр. Жаңағы мен ойлап шығарған мелизмдер, өйткені бұл ән негізінде басқаша айтылады ғой, Мақпал Жүнісова апамыздың орындауында. Мен енді кішкене заманауи қылдырып осындай нұсқаны шығардым. Және де сенің айтқан нұсқаң маған өте қатты ұнады. Маған еліктемей, өзіңнің бояуыңмен, керемет диапазоныңмен өте жоғары деңгейде алып шықтың деп ойлаймын. Рахмет. Жаңа жыл алдында бұл сізге арналған тосын сый деп қабылдауға болады. Шынымен де, рахмет. Төлеген аға, енді сіз айтыңызшы. Біріншіден, барша отандастарымызды осында отырған біздің достарымыздың барлығын келе жатқан жаңа жылмен құттықтағым келеді. Жаңа жыл берекелі болсын, барлығымызға бақ береке әкелсін. Ал әлгінде ұшақ ұшпай қалып, біздің жұбанышпен қуандық келе алмағанына қарағанда мен мәселе, ұшақтың мәселесі бар, боран болғаннан кейін. Бірақ мына ұшақтың орнына құшақ жайып келген мына біздің қандастарымызға боранға қарамай рахмет айтқым келеді сіздерге.
Иә, ал енді Нарғыз, айналайын Нарғыз. Иә, сол бірінші күннен бастап осы күнге дейін өзінің ерекше талантты қазақтың қызы екенді көрсетіп келесіз. Сонымен бірге өте әсем, өте әдемі қазақтың нағыз дала сұлу қызы десем өтірік болмас. Дауысымен болмаса да сұлулығымен алады. Сұлулығы болмаса дауысымен алады. Сондықтан қазақ қыздары әрқашанда жеңе береді. Рахмет, айналайын. Жеңістен жеңіске жете бер. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Расымен де қымбатты көрермен, өзі қаншалықты нәзік болса, дауысы соншалықты мықты. Егер де Нарғызды қолдаймын десеңіздер, Нарғызға дауыс беремін десеңіздер, мына экрандағы QR код арқылы Қазақстан ұлттық арнасының ресми сайтына кіріп, өз таңдауыңызды жасай аласыздар. Ал дауыс беру барлық қатысушылар өнер көрсетіп болған соң басталады. Нарғыз Жанұзақова, қошеметтеріңіз!